12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар әнсүйер ағайын, эфирде бір әннің тарихын қаузап таныстыратын бір ән хабары және мен Жұлдыз Бейсек. Жалғасып жүректермен жайылған әр тамыры, тілдесіп тұр көкпенен жырдағы қан қаңыры. Бұзбай сол қалпын мәңгі, қалқысын қыран жаны, ақынды тау тұлғалары, ұмытпас бұландары. Жырсыз үй, жұтаған үй, жыр көркі бар әлемнің, үлгісі Мұқағали, қазағы қар өлеңнің. Жапар көкем өзінен ақын ұл туады деп сірә да күтпеген. Серік те о баста ақындықты қуам деп ойламаса керекті. Есеп қисапқа еренеді. Әл есімде ойын іздеп Серіктің үйіне барамын. Ол төрде етпеттеп кітапқа шықшиып жатады. Серік бірде мынау қызықты физика деген кітап. Өте тамаша деді. Физика туралы кітапта қызық болам екен деп қасқыр көрген ешкідей екірейіп тұрмын. Сонымды түсінген ол кітапты парақтап, ішіндегі қызықты дүниелерді көрсете бастады. Тіпті кішігірім тәжірибе де жасап жіберді. Ұққаным, кәдімгі инені судың бетіне қалқытып қоюға болады екен. Сондықтан ол маған болашақта есеп қисапты жілікше шағатын экономист, немесе неше түрлі жаңалықтар ойлап табатын инженер болатын сияқты көрінетін. Көп ұзамай Серік Жамбыл облысы Талас ауданының газетіне әдеби қызметкер болып келді. Бірақ ол шын мәніндегі ақын еді. Айналасында тек ақындық көзбен қарайтын. Кейін облыс асып Алматыға кетті. Ақынның қамшының сабындай қысқа ғұмырының соңғы жылдары Тараз қаласында өтті. Әлем әдебиетінде Пушкин тоқтаған үй, Хемингуэй виски ішкен кафе деген мысалдар көп қой. Сол сияқты Серік ақын шашын сілкіп тастап, өлең оқып тұрған Тараздағы кафе, дүкендер маған жақсы таныс. Шетелде арқалы ақын түстенген мұндай кафе дүкендерге жарнама жасап, әуре болудың қажеті жоқ. Қазір текті ақынның томашадай қабірі тек тұрмаста томпайып жатыр деп өз естелігімен бөліседі жазушы Көсемәлі Сәттібайұлы. Бүгін біз сіздермен ақынның сөзіне жазылған Сезімді қайтем тулаған әнінің шығу тарихымен танысатын боламыз. Көзіңді қайтем қарайтын маған нұрланы, сазда думаны. Өмірді қойша өтерде кетер өкінді, сезімді қайтем, сезімді қайтем, сезімді қайтем тулаған. Өзімді қойша өзігім жарып өртеген, сезімді қайтем, сезімді қайтем, сезімді қайтем тулаған. Сезімді қайтем, сезімді қайтем, сезімді қайтем тулаған.
күнімді қайтем, көрерде көздер бойдағы сенімді қайтем. Сен десең ерке шынарым, шынымды қойшы, шындығың жатпас жүректе. Сезімді қайтем тулаған. Ақын жүрегін жарып шыққан осынау өлең бір күндері қалың жұрттың жүрегін әлдилейтін әсем әнге айналарын Серік Томанов сезді ме екен? Жүректен шыққан сөз ғана жүрекке жетеді дейміз. Ендеше ақынның әр өлеңінің сазы болуы заңдылық емес пе? Ақынның сезімін тербеген қандай сәт, жүрегін тулатқан қандай сезім? Мен 13-14 жасымда көрдім Серік Томановты. Сол кезде үйге Томашадай Томановты өзі айтатын, өзі кішкентай ғана кісі екен, Серік Томанов деген аты өзінен бұрын жүретін Серік Томановтың. Сол кезде келіп әкем екеуі таңға әңгіме айтқанын есіме. Сонда мен таңға ұйықтамай сол әңгімесін тыңдаған, сол Серіктің несін әңгімелерін. Сол көсемелерді әкем тәрбиелеп шығарды ғой. Біздің топырақ шын мәнінде сондай қасиетті құнарлы топырақ. Серіктің жаңа алғашқы бөлтіріктері Марат Ағай болды ғой. Сол заманда Марат Ағай сонда Серік сонда анау жассың, үлкенсің деп қарамайды сонда. Солармен бірге ақын ғой дейді де ақынмен жүре береді. Мен сол 7 жылда мен қасында болдым Секеңнің. Секеңнің айтқыштығы өз алдына бір бөлек. Одан кейін сұмдық тапқыр адам еді ғой. Сұмдық тапқыр. Содан кейін бұл өмірлік неден жаңа дүниеге баса ұтқан жоқ. Тек қана өлеңді келді, өлеңді өлді. Бұл өлеңді қарап отырсаң, Серіктің өлеңдерін қарап отырсаң, кәдімгі соңында ол Серік өзін өзі дайындады, өлімге дайындады кәдімгідей. Жазған соңғы өлеңдерінде қарап отырсаң, анау бір өзінен өлетінен бір апта бұрын кеш өтті. Сонда кеш өткен кезде жұма күні өтті, келесі жұма күні қайтыс болды ғой. Сонда кеш өткен кезде, сахнаға шыққан кезде, әлі есімде, мен ол туралы жаздым да, сахнаға шыққан кезде самайымда аққырау, маңайымда бақсынау, тойлағаным тәттілеу, ойлағаным аштылау, маңдайымда мыңғат бар, таңдайымда түрлік бар, мұңдарыммен мұңдатқан сырларымды тыңдап қал, тыңдап қал, тыңдарман, бекерден бекер тұлданбан, арттағыға сөз қалсын, өтерде кетер бұл жалған деп айтты. Екінші өлеңі аманаттағандай болды да, отырған халыққа. Жол бойына жерлеңдер, мен өлгенде, өлген соңда не жетсін еленгенге, бейітімді көргендер есін алсын, бейімеді өзде бөлінгеде, жарық дүние, арттағы жанға манат, мылқау молам жалғасын жол жағалап, өлгенімше елменен біргедім мен, өлген соңда жатайын елге қарап деп. Ол Серік әлі өз бағасын толық деңгейде алған жоқ. Толық деңгейде алған жоқ. Мен кәдімгі 100% немен айта, сеніммен айта аламын. Ол Серік өз бағасын алған жоқ. Сезімді қайтем тулаған әннің авторы Сәрсенбек Бәкір де жаратқанның сыйлаған талантын елге ән қылып сыйлап жүрген өнер иесі. Автордың әндерінің жалпы халыққа бірден танылуы осы жайтты аңғартады. Ән қалай туылды? Сазының қалай жазылатыны әрине бізге құпия, жұмбақ. Ендеше сөзді сазгердің өзіне ұсынайық. Осы сезімді қайтем тулаған әні туралы айтатын болсам, сол 97 жылы көктемде жаңағы аузына айдың түскен қыз, не пайда, анашым, аяулы менің арманым деген 4 әнімізді таспалауға, даусын жазуға Алматыға барған болатынбыз. Сол көктем айы болатын, сол Алматыдағы барып жазған кезде мен үлкен бір жақсы бір сезім менде ұялады. Барып, қайтып келгенге де өте бір керемет көтеріңкі көңіл күйде болдым. Келгеннен кейін арнайы мен Секеңе осы сезімді қайтем тулаған деген мәтінде текст жазып беруге, мәтін жазып беруге мен қолға салған болатым. Бірақ өзім тақырыбын осылай қойдым. Кейін Секең осы ұзатпай бір аптаның көлемінде осы маған сезімді қайтем тулаған деген өлеңімнің мәтін жазып берді. Енді бұл әнді алғаш біз өзіміз орындап жүрдік. Бірақ енді сол уақытта Нұрмұқасан дуэтінің ең дәуірлеп, дендеп жақсы халықтың тыңдарманы болып тұрған әншілердің бірі болатын. Сондықтан да алғаш орындаған әншілеріміз Нұрмұқасан дуэті Бауыржан Шоды орындады. Осы ақын Серік Томанов ағаммен 5 жыл шығармашылық байланыста болған кезде мен ол кісіге
5 ән жаздым мәтіндеріне. Сол уақытта бұл жазылғаннан кейін эфирге шығып орындалғанша халықтың үлкен өткен ықыласына бөленді десем болады. Қазірше айтатын болса хитқа айналды сол уақыттарда. Көзіңді қайтем, қарайтын маған ұрлана, сөзіңді қайтем, сиқырлы сазды думан ән. Төзімді қойшы, таусылмас сені көтуден. Сезімді қайтем, сезімді қайтем, сезімді қайтем тулаған. Күндерді қайтем, сынаптай сырғып зулаған. Күндерді қайтем, ұйқымды менің ұрлаған. Өзімді қойшы, өзегін жалын өртеген. Сезімді қайтем, сезімді қайтем, сезімді қайтем тулаған. Сезімді қайтем, сезімді қайтем, сезімді қайтем тулаған. Сарымды қайтем, сыңар боп саған тумаған. Мұңымды қайтем, Мәжнүннің жолын қумаған. Өмірді қойшы, өтерде кетер өкінтіп. Сезімді қайтем, сезімді қайтем, сезімді қайтем тулаған. Өмірді қойшы, өтерде кетер өкінтіп. Сезімді қайтем, сезімді қайтем, сезімді қайтем тулаған. Сезімді қайтем, сезімді қайтем, сезімді қайтем тулаған. Ақын композитор, әнші. Осы үштіктің одағы сай келгенде халыққа тамаша шығармалар ұсынылады. Ел көбіне әнді айтатын әншіні танығанмен, ән авторларынан бейхабар. Біздің мақсатымыз әннің авторларымен шығу тарихымен тыңдарманды таныстыру. Мақсатқа жеттік деп ойлаймыз. Осымен хабарымыз тәмам. Ән көңілдің ажары, ән жүректің ғазалы, таусылмасын біз тыңдар, әуендердің ғажабы. Қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған, тынышта, бейбіт заманда, бақытты да бақуатты ғұмыр кешуімізді Раббым нәсіп етсін.